Сабақтың мақсаты комикс форматы арқылы білім алушыларға Абай философиясын визуалды түрде түсіндіру. Абай Құнанбаевтың қара сөздер әлеміне комикс арқылы саяхат жасадық. Білім алушылар 3 топқа бөлінді: даналық, ғибрат және талап. Бұл атаулар Абай философиясының негізгі ұстанымдары. DID технологиясы арқылы Абайдың бейнесін жандандырып, оны сабақтың белсенді қатысушысына айналдырдық. Қара сөздер әлеміне қош келдіңіздер. Алдымен менің бірінші қара сөзімді мұқият тыңдаңыздар. Тыңдалған мәтін негізінде шағын сценарий құрастырып, өз ойларыңызды шығармашылық түрде жеткізіңіздер. Зерттеулер көрсеткендей, визуалды және интерактивті құралдар 78%-ға дейін материалды есте сақтауды жақсартады. Әр топ өздеріне берілген қара сөздерді талдап, олардың түпкі негізін анықтады. Бұл кезеңде білім алушылар Абайдың қара сөздерін қазіргі заманның құндылықтарымен салыстырып, олардың бүгінгі күнде қаншалықты өзекті екенін тереңірек түсінді. Бұл тәсіл 21 ғасыр дағдыларын дамытуды мақсат етеді. Сыни тұрғыдан ойлау, цифрлық сауаттылық және шығармашылық қабілеттерді жетілдіру. Білім алушылар Абайдың қара сөздерін шығармашылық тұрғыдан бейнелеуге кірісті. Олар алдымен өз идеяларын қағазға түсіріп, қарапайым эскиздер жасады. Gemini платформасын пайдаланып, бейнелерді заманауи технологиялар арқылы түрлендіріп, визуалды түрде нақтылай түсті. Canva құралын қолданып, дайын суреттерді біріктіріп, толыққанды, мазмұнды комикс туындысын жасап шықты. Бұл әдіс студенттердің цифрлық сауаттылығы мен шығармашылық қабілеттерін дамытудың тиімді құралы ретінде өз нәтижесін көрсетті. Білім алушылар жасаған комикстеріне жан бітіріп, арнайы дайындалған үлкен рамка артында өз сценарийлерін көркем жеткізіп, көрермендерге ерекше әсер қалдырды. Костюмдер мен реквизиттерді өз қолдарымен дайындап, комикстерін шынайы өмірге барынша жақындатты. Бұл шығармашылық процесс олардың өнертапқыштық қабілеттерін айқындап, топтық жұмысқа деген ынтасын арттырды. Салыстырмалы түрде алғанда, бұл әдіс дәстүрлі оқыту тәсілдеріне қарағанда әлдеқайда тиімді. Себебі ол білім алушыларды тереңірек ойлауға, сыни тұрғыдан талдау жасауға және өз идеяларын еркін жеткізуге ынталандырды. Соңында әрбір студент Абайға арналған алғыс хаттарын жазды. Жазбаша рефлексия білім алушылардың алған білімдерін құрылымдап, бекіту үшін маңызды әдіс. Білім алушылар белсенді қатысқандары үшін шағын сыйлықтармен марапатталды. Абай даналығы болашаққа жол.